Сәлем достар, сіздермен Неон, және біз бүгін ешқандай Bed Wars ойнамаймыз. Бізде бүгін превьюдан немесе видеоның атынан байқағандарыңыздай мен сіздерге PvP настройкамды көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік, біз бастайық. Настройкаға кіреміз бірінші. Клавиатура и мышь дегенде 100-ге қоямыз достар. Сосын мынаны қосып қоямыз, автопрыжок. Контроллерді 100-ге қоямыз, мына екеуін қосып қоямыз, сосын автопрыжок пен уничтожить блок вибрация деген. Касанияда деген чувствительность 30 немесе 40, 35-ке қоюларыңызға болады. Мен бірақ 35-ке қоям. Автопрыжокты қосып, мынаны да қосып қоямыз. Мынаны да қосып қоямыз достар. Мына поменять прыжок и крастия деген секретімен shift-тің орнын ауыстырып қояды достар. Сосын размер кнопка 80. Профилда мынаны қосып қоясыздар. Сіздер мегабайтпен ойнайтын болсаңыздар, Wi-Fi мен ойнайтын болсаңыздар, өшіріп қоя беріңіздер. Мынаны қосып қоямыз достар, астындағын. Сосын бізде эрплар. Сіздің телефоныңыз қататын болса, осы эрпін жаздырып алыңыздар. Мен осы эрпінің ссылкасын тауып атсам, сілтемеге қалдырам. Сосын хранилищеде тиіспейміз бұған. Сіздерде мына набор ресурсов немесе мэри деген толып кеткен болса, осыны удалить етсеңіздер. Өйткені қатпау үшін. Мынау сіздерде максимум болып тұрады, бүйтіп. Сонда сіздер среднийге қойасыздар. Мынаны 90-ға қойсаңыздар да болады, 95-ке немесе 90-ға қоям мен. Сосын яркость 100. По окончании камера дегенді қосып қоямыз. Мыналарды өшіріп қоямыз. Мыналарды. Мынаны қосып қоямыз. Өшірек. Сіздерде ең астындағысы бүйтіп өшіп тұратын шығар достар. Соны қосып, сіздер деген инвентарыңызды компьютердікінде қылғыңыз келсе, сіздерде карманныйда тұрады, классическийге қоясыздар. Поле зрения 100 немесе 90-ға қоюларыңызға болады, 110 немесе. Дальность прицеловки дегенді ең төменіне қойып қоямыз. Неге десеңіздер, өйткені қатпау үшін достар. Мынаны мен өшіріп қоям. Енді сіздерде осылай қоюларыңызға болады. Мыналарды бүйт азайтып қойық. Или тұра берсінші. Сіздер өстіп ойнасаңыздар болады. Инвентарды көрсетіп жіберейін достар. Күтіңіздер. Сіздерде осындай болып тұрады. Инвентарыңызды қарасаңыздар, осылай сіздерде компьютердікінде болып тұрады. Өстіп істесеңіздер болады. Бет жинап алыңызға болады. Үстінен 2 рет бассаңыз жиналып кетеді өзімен өзі. Қош, сау болыңыздар, сіздермен бірге болған Неон. Осы PvP ресурс настройкам ұнаса, лайктарыңызды басып, өздеріңізге қойып алуларыңызға болады. Сіздермен бірге болған Неон. Видео ұнаса лайк, коммент, подписка. Қош, сау болыңыздар.